келмейді, қайтқым келмейді. Осындай жағдайда жүргеніне мен жүргенін қаламаймын. Болашақта бәрі жақсы болсын деп тілеймін денемде. Балам заттарын бәрін лақтырды, әкеге мешіттің әкеге заттарын бәрін лақтырып, тиындарын бәрін лақтырып, мама тек шықпа кірсін деп. Туысқандар вообще теріс қарап кетті, шыны керек. Те мына мешіттің алдына отырыңдар да қайыр тілеңдер деді. Ұрып та кеткен талай рет. Бетімде тырнап мына дала-далам шығарып кеткен күндер болған. Мына қазақтың дүниеде қазақтың қайыршылары өте қиын болады екен. Көбінесе киім, жақсы киімдер әкеп береді халықтар. Басқа шарасы жоқ. Менің шамам жетпейді ештеңеге. Құрметті көрермендер, YouTube арнасында жеті немересі жетім қалған күйеуі қайтыс болып, өмірдің азабына шыдап отырған Жұмагүл апайымыз. Міне арнайы көшеде өзі қайыр тілеп, балаларына нан тауып жүр, көрсетсек сіздерге. Сәлеметсіз апай? Сәлеметсіз бе? Біз сізге арнайы өткенде келдім ғой, сізді көрдім көшеде. Әппақ қардың астында, мұздың үстінде отырдыңыз, қиналысыңызды, көз жасыңызды көріп едім. Соны мына көрермендерімізге айтып жеткізсек, сізге бәлкім осы біздің бағдарлама арқылы қол ұшын созып, сіздің шөтіңізді берсек, осы бір халықтан ақша жинап сізге бір демеу болсақ деп едік. Өзіңіз таныстырып өтіңізші. Мен Жұмагүл Әбдуәли қызы Замзаевамын. Менің жалғыз асыраушы бірақ ұлым бар. Оны 1 жыл болды подставить етіп, қамауда жатыр. 15 жылға қамап жіберді. Жалғыз ұлыңыз ғой? Жалғыз ұлым. Не себеп болып еді? Жұмыс бабы, мен интернет установщик болған балам. Соған по заявке интернет установкаға үйге барған. Сол жерде бір әйел ақша сұраған, ақшам жоқ десе, алдап кеткен ғой, ақшам жоқ деп айтса, жоқ, мен ақша үшін келген жоқ, мен интернет заявкаңызбен келдім десе, ақша сұрапты. Балам бұрылып кетіп қалған ғой, артынан жазып жіберді, кәмелетке толмаған қызымды зорлағысы келді деп. Ешқандай ештеңкесіз, экспертизасыз, доказательствосыз, ешқандай ештеңкесіз, тек қана бір арызымен 15 жылға баламды қамап қойды. Мысалға бүгін күн жұма ғой. Иә. Енді қайырымды еліміз бар ғой, енді қазақ елі сізге кішкене жаңағы ақшасын тастап, садақа беріп жатыр ғой. Иә. Жақсылық енді өмірді ұзартады, садақа күнәңді кешіреді дейді ғой. Сіз осы күнге, осы қайыр тілеуге қанша уақыт отырасыз? Қазір келдіңіз ба? Жоқ, мен жұма күні таңғы 6-тан келемін. Таңғы 6-тан отырасыз ба шеде? 6-тан сол 5-6-ға дейін отырамын, потому что мен квартираға 200 мың төлеймін. Пәтер жалдап тұрасыз ғой? Пәтер жалдап тұрамыз. Екі қызым, жаңағы студент қыздарым оқиды, күндізгі неде оқиды, олар очныйда оқиды. Соның кешкі жақын еще подрабатывать етіп, жарым түнге дейін подрабатывать етіп, сол ақшаны жинап, өзімнің пенсиям бар, мына ақшаны жинап, квартираға төлеп отырмын. Енді біреулер сенбеуі мүмкін сізге. Бұлар бизнес жасап алған, кәсіпке айналдырбаған деуі мүмкін. Осы отырғаныңыз үшін сіз қорланбайсыз ба? Мен айтатын адамдар оғанда етіміз пісті, айтып, мен өтірік болсам, теледидарларға шықпас едім. Мен бүкіл теледидарларда түскемін. Көмек сұрағамын, жағдайым қиын екенін айтқамын, жан айқайымды бәріне айқайлап жатырмын. Мен просто осындай пайда көріп не болсам, түспес едім. Келеке мазақ болып, менде туыс бар, таныс бар дегендей, елдің бетіне қарабет болмас едім. Мен ешкімге қарап отқан жоқпын, потому что жағдайым өте қиын. Астанаға 1 жыл болды, Астана, Алматы деп жүрмін, баламның ісінің артынан жүрмін. Генеральный прокуратурада делосын қарап жатыр қазір. Енді сіз мына таңғы 6-дан отырсыз ғой? Ақ қар көк мұзда, осы анамыздың жүрегіне де ауыр салмақ түсіп тұр ғой деп ойлап отырмын мен. Сондықтан енді сіздің тұрып жатқан пәтеріңізге барып, өз көзімізбен көріп, сол жерде ары қарай әңгімемізді жалғастырсақ, келісесіз ба соған? Келісемін. Бәріне де келісемін. Жағдайым өте қиын. Олай болса біз қазір Жұмагүл апайымыздың үйін, жалдап жатқан пәтерін өз көзімізбен көріп қайтайық. Көтерсейін апай сізге.
Міне құрметті ағайын, өмірдің ауыр азабын ғана емес апамыз, мынандай ауыр жүктердің бәрін күнде арқалап кетеді екен. Менің өзім міне шыдай алмай келе жатырмын. Саусақтарым үзіліп кетейін деп әрең көтеріп келе жатырмын. Осындай заттарды күнде өзіңіз көтеріп өтесіз ғой, апа? Әкеп береді адамдар. Ауыр екен, апа. Ауыр болса да бұл қайта екі пакет қой. Бывает 5-6 пакет осылай көтеріп барам. Балаларға тамақ қой. Киім-кешек. Анда-санда тамақ беріп қалады. Біреуге. 10 жыл ауырды, 5 жылында төсек қозғалмай жатты. Сол колясқа отырғызып өзім акиматқа барып едім. Акимат бізге сендерге беретін көмегіміз жоқ, үй бере алмаймыз, ештеңке бере алмаймыз деді. Мына мешіттің алдына отырыңдар да қайыртылыңдар деді. Сонда сіздерде өмір бақи баспана болмады ма? Ата-аналарыңыз қайда? Балалық шағыңыз қайда өтті? Біздің отбасымызда 12 бала болғанбыз. 12 балалардың қайтыс болып, қазір 5-іміз осында қалдық. Әрқайсының өз семьясы, өз тіршіліктері, өз бала-шағалары. Мен соның кейін интернатта өскем, ерекше интернатта өскем, орыстар, немістер тәрбиелеген, немісше оқыдық. Сонымен ешкімге ауыртпашылығым шықпай, мен өзім кетіп қалдым. Соң қайыртылып кеткен соң жаңағы туысқандар вообще теріс қарап кетті, шыны керек. Ешқайсы. Қазір балам қамауда отырған, вообще бірдеңке сұрап қоя ма деп теріс қарайды. Білдіртпеймін. Бір өлімге бірдеңкеге барам обязательно. Біреу қайтыс болып сөйтіпті бүйтті десе барам. Бірақ білдіртпеймін ешқашанда. Елмен қатар беретінді беремін. Алдыларында жыламаймын, сықтамаймын, бәрі жақсы деймін қайта. Енді қазақтар мынандай сөз бар ғой. Ар жазасы бар жазадан ауыр жаза деп. Осы тұрақ десе мешіт жағалайды, қайыртылай сап жеңіл жолды таңдайды дейтін туыстар да бар, еліңізде бар. Шаршадым деді. Қайыртылайым келмейді. Қайыртылайым келмейді. Но менде басқа шара жоқ. Мыналарды асырау керек. Квартираға төлеу керек. Балапандарымды асырау керек. Келін платныйда оқиды. Колледжда. Оны оқымашы деп тұрмын. Қанша қиналсақ та оқымашы деймін. Потому что ертең сенің наның ол деймін. Баламды білмеймін, қалай ақтап шығаратын, баламды ақтап шығарылмаймын, оны да білмеймін. Сондықтан ертең баламды тоспай кетіп қалсаң да білімің бар болады ғой, өзіңді асырайсың. Оқуыңды тастамашы, қанша қиналсақ та тастамашы деп ақшасын төлеймін, оқуының ақшасын төлейміз, садигінің ақшасын төлеймін. Енем өте жақсы адам. Немересінің менің баламды қатты жақсы көреді. Өзінің баласынан артық жақсы көрмесе, кем жақсы көрмейді. Мені де дәл солай. Өзінің қызындай жақсы көреді. Енем сыйлаймын, жақсы көремін. Осы жағдайға жеткен, осындай жағдайда жүргеніне мен жүргенін қаламаймын. Болашақта бәрі жақсы болсын деп тілеймін енемде. Бізде қазір бір қатты қиын болып жатқан жағдай, сол жолдасының жағдайы. Сол үшін бір-бірімізге демеу беріп, осы жағдайда енемнің маған көп қолдауы, енем маған қолдауы көп осы уақытқа дейін. Жұлдыз, оқуыңды оқып ал, Жұлдыз, Аслан жаурап қалмасын, аш қалып қалмасын, Жұлдыз бәрін біз үшін істейді. Шынымен отбасы үшін, немерелері үшін ешқандай алаяқтықсыз, ешқандай өтіріксіз, шынымен мұқтаж, иә. Осылар үшін жүрмін ғой, мен өзім ештеңке керегі жоқ. Ештеңке керегі жоқ. Киім де керегі жоқ, тамақ та керегі жоқ, алтын да керегі жоқ, ештеңке керегі жоқ. Тамақ ішіп те жетістірмеймін. Өзімнің просто денем осындай толықтығы болмаса, мен тамақты да ішпеймін. Батпайды, жүрмейді. Баламды аман есен шығармасам, маған басқа ештеңке керегі жоқ. Особенно мына жаңағы конкуренция дейміз ғой, қайшылар. Ұрыпта кеткен талай рет. Бетімде тырнап мына даладан шығарып кеткен күндер болған.
өтірік қайыр тілеп тұратындар бар ма? Ананың ішіндегісінің бәрі өтірік. Міне мен білмеймін, ештің алдында жүрген адам ғой. Бәрі өтірік. Ана күрттерінің бәрін білесіздер, жағдайлар, зәулім сарайлары бар. Өтірік мылайымсып жүреді. Мына қазақтың дүниеде қазақтың қайыршылары өте қиын болады екен. Как жұмысқа келгендей. Жап-жас келіншектер. Бір балаларын көтеріп келеді. Мен айтамын, мына если өздерің күйеулеріміз жоқ дейсің, мынаның бәрі кімнен туып жатсыңдар? Жылда бір бала туасыңдар. Я говорю, бір шетінен ойлаймын, мен ауыртпасын, больницаға жатқызбасын. Больницада жатқызсам күндер болған, мен жатпай қашып кеткен күндер болған. Потому что мен бүгін больницада жатсам, ертең бұлар нансыз қалады. Жетпей ақша, квартираға мына жетпей деген кезде бір қызым менімен бірге шығады. Жетім деп жазылып тұрады. Сол сіңілім қайтыс болған, рак желудкадан 10 жыл болып қалды, тоже сіңілім қайтыс болып кеткен. Соңында балаларыңыз бар? Иә. Ана 5 бала, ол әпкемнің қызын мен баққам, тоже өсіргем. Сол последний раз екі қыз туылды да, осы 7 январда 7-ге келеді. 14 январда қайтыс болып кетті. Егізді туа салды да, 7 январда туды, 14-де қайтыс болып кетті. Әкелері жоқ. Әкесіз туған. Алладан тілеп отырамын, дұға оқып отырамын. Осы елім аман болса екен, жерім аман болса екен, халқым тыныш болса екен, Қазақстанда тоқшылық болса екен. Мына елімізге, жерімізге ешкім қол созып бас сұқпаса екен. Осы қазақтардың жастары бақытты болып, барлықтары өмірлері жақсы болып, жолдары ашылып, үйлі болып, жайлы болып, жұмысты, табысты болса екен деп, сөйтіп Алладан тілеп отырамын. Жел соқса да, қар жауса да, тас соқса да тұрамын деймін, потому что менде басқа шара жоқ. Басқа шара жоқ. Мен шамам жетпейді ештеңкеге. Аяғыммен әрең сүйретіп барам, әрең келем. Кейбір кезде аяқтарым жүрмей қалады. Мінекей құрметті көрермендер, өздеріңіз көргендей 60-тан асқан кейуанамыз осындай жағдайда. Бір үйде 7 адам тұрады. Немерелер сабақта, еріккеннен, болмаса зеріккеннен бұл кісі қайыр тілеп жүрген жоқ. Қайыр тілеуді кәсіп қылып емес, отбасын асырау үшін нәсіп қылып жүр. Сондықтан да қол ұшын беріп, қайырым етіп, бір мейірімділіктеріңізбен қамқорлық жасауларыңызды біз өтініп сұраймыз. Анамызға көмек болсын.